Қайырлы күн оқушылар, бүгін бізде екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы. Яғни қысқаша көбейту формуласына келдік. Бізде екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын толтырып шығарайық. Ол үшін бізге мынандай өрнектер берілсін. А қосылған В және А азайтылған В деген өрнектер берілсін. Екі өрнекті бір-біріне көбейтейік. А мен Аны көбейтсек, А квадрат болады. Аны В-ға көбейтеміз, таңбасы плюс А В болады. Енді минус В-ны А-ға көбейтсек, минус А В шығады. Минус В-ны плюс В-ға көбейтсек, минус В квадрат шығады. А-лардың таңбалары әртүрлі болғандықтан олар жойылады. Сонда бізде қалды А квадрат минус В квадрат деген формула шықты. Енді А қосылған В, А азайтылған В, ол бізде А квадрат минус В квадрат деген А квадрат минус В квадратқа тең деген тұжырымға келді. Бұл формула бізде екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы деп аталады. Енді осы формула бойынша біз кітабымыздағы 31-де бірінші есепті шығарайық. Бірінші есеп бізде мына түрде берілген екен. Бірінші x қосылған y және x азайтылған y. Бұл жерде біз жинақтап жазуымыз керек мына түрде. Ол үшін біз минус жақшаны аламыз да, ол минус жақшаны квадраттаймыз. X-тің квадраты минус y-тің квадраты деп бірден жаза салуымызға болады. Себебі бұл жерде қазір мына түрде көбейтіп ашсақ, бізде x ортасындағы минус x y-ның плюс x y қысқартылады, тек x квадрат минус y квадрат қалады. Біреуін жазып көрсетейін. Мысалға, бірінші x-ті x-ке көбейтсек x квадрат шығады. X-ті y-ке көбейтсек плюс x y шығады. Y-ті x-ке көбейтсек минус x y шығады. Минус y-ті плюс y-ке көбейтсек минус y квадрат шығады. Тең. X y пен x y-ның таңбалары әртүрлі болғандықтан жойылады. Қалады бізде тек x квадрат минус y квадрат. Осылай дәлелдеп жазсақ болады. Немесе бірден шығарып кетуге болады. Екіншісі енді n минус m, n плюс m. Мен аламын да минус жақшаны квадраттаймын. n-нің квадраты n квадрат болады, минус m-нің квадраты m квадрат болады. Үшінші k минус v, k минус 2, k минус 2, k плюс 2. Тең. К-ның квадраты k квадрат болады, минус деймін, 2-нің квадраты 4 шығады екен. Төртіншісі 3 минусы 3 плюсы. 3 минусы 3 плюсы. Минус жақшаны алып квадраттайым. 3-нің квадраты 9 болады, минус с-нің квадраты с квадрат болады. Бесіншісі 4 плюс v және 4 минус v. Минус жақшаны алып квадраттайым. 4-тің квадраты 16 болады, v-нің квадраты минус v квадрат болады. Алтыншысы a минус 7, a плюс 7. a плюс 7. a-ның квадраты a квадрат минус 7-нің квадраты 49 болады. Жетіншісі 1 бөлінген 7 қосылған x және 1 бөлінген 7 азайтылған x. Минус жақшаны аламын да квадраттаймын. 1 бөлінген 7-нің квадраты 1 бөлінген 49 шығады. Минус x-тің квадраты x квадрат шығады. Сегізіншісі a азайтылған 2 бөлінген 9 және a қосылған 2 бөлінген 9. Тең
Минус шақшаны аламын да квадраттаймын. А-ның квадраты А квадрат болады. Минус 2 бөлінген 9-ның квадраты 4 бөлінген 81 шығады. Келесі 8-ден кейін бізде 9-шы есеп. 5 бөлінген 6 қосылған m. Және 5 бөлінген 6 азайтылған m. Минус шақшаны аламын да квадраттаймын. 5-дің квадраты 25 шығады. 6-ның квадраты 36 минус m квадрат. 10-шы 0,4 плюс n және 0,4 минус n. 0,4-ті квадраттасақ, бізде қанша шығады? 0,16 минус n-ның квадраты n квадрат шығады. 11-ші k қосылған 1,1, k азайтылған 1,1. Минус шақшаны аламын да квадраттаймын. k-ның квадраты k квадрат болады, 1,1-дің квадраты 1,121 шығады. Келесі бізде 12-ші соңғы есеп d минус 2,2 d қосылған 2,2. Тең d-ның квадраты d квадрат болады, минус 2,2-ні квадраттасақ, бізде шығады 4,184 шығады. қалды. Сонымен балдар, бүгінгі біздің екі өрнектің квадраттарының формуласын табыстық. Яғни, кітабымыздағы 1,31-де бірінші есепті шығардық. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.